Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгінгі тақырып бізде ЭКГ тізбегінде болатын ақаулар. Жалпы біз өткен тақырыпта ЭКГ туралы, ЭКГ-ның қызметі туралы, ЭКГ тізбегіндегі тіс-жиілердің қызметі туралы және де жүректің өткізгіштік жүйесі жайлы айтқан болатынбыз. Ал бүгінгі тақырып бізде гипертрофия. Жалпы бірінші гипертрофия ұғымы жайлы білуіміз қажет. Гипертрофия дегеніміз жүректің қай учаскесі көп жұмыс жасаса, сол бөлігі гипертрофияға ұшырайды. Мысалы, аты айтып тұрғандай, гипер – үлкен, жүректің бір бөлігінің ұлғаюы. Бұны біз осы суреттен де көре аламыз. Бірінші суретте кәдімгі қалыпты жүрек, ал екінші суретте гипертрофияға ұшыраған жүрек, яғни ақау патологиясы бар жүрек. Біз өткен сабақта айтқанымыздай, П тежесі бұл бізде жүрекшенің жиырылуын көрсетеді. Егер де ЭКГ тізбегінде П тежесі өзінің нормасында тұратын болса, онда жүрекшеде ешқандай патология жоқ, бәрі дұрыс. Бірінші суретте көрсетіліп тұрғандай қалыпты П тежесі. Ал егер де сол жақ жүрекшеде қандай да бір патология болатын болса, онда П тежесі екі еселеніп кетеді. Яғни ЭКГ тізбегінде осы екінші суреттегідей көрініс пайда болады. Ал егер де оң жақ жүрекше гипертрофиясы болатын болса, онда П тежесі өзінің қалыптысынан жоғарырақ болады. Яғни сол жақ жүрекше гипертрофиясы болса, П тежесі екі еселеніп кетеді, оң жақ жүрекше гипертрофиясы болатын болса, П тежесі қалыптыдан жоғары болады. Келесі бұл гипертрофия, QR комплексі гипертрофиясы. Жалпы өткен сабақта айтып өткенде, QR комплексі бұл бізде қарыншаның жиырылуын көрсетеді. Және де біз өткен сабақта тағы да айта кеткенбіз, кеуделік электродтардың 6 түрі бар. В1, В2, В3, В4, В5 және де соңғы В6 электродтар. Осы жерде В1 мен В2 жүректің оң жағын қарайды, ал В5 пен В6 жүректің сол жағын қарайды. В3 пен В4 бұл аралық болып есептелінеді, алайда В3 бұл оң жаққа жақын болады, В4 сол жаққа жақын болады. Бір сөзбен айтқанда, В1, В2, В3 жүректің оң жағын қарайды, В4, В5, В6 жүректің сол жағын қарайды. Ал енді QRS комплексінің гипертрофиясы пайда болғанда, бізде R тежесі қалыпты жоғары болып кетеді. Қалыптыдан жоғары болып кетеді. Егер де оң жақ қарыншаның гипертрофиясы болатын болса, ЭКГ тізбегінде В1, В2, В3-те R тежесі жоғары болады, ал егер де сол жақ гипертрофиясы болатын болса, ЭКГ тізбегінде В4, В5, В6 жоғары болады. Екеуінің айырмашылығы осыда. Бұны біз осы суреттен де көре аламыз. Ең бірінші В1, В2, В3 бұл оң жақ қарыншаның гипертрофиясы, R тежесінің жоғарылауы, ал В4, В5, В6 бұл бізде сол жақ қарыншаның гипертрофиясы. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды.